мында шырша ағашы тұр. Өзім ең алғаш жақыннан көріп тұрмын да шыршаны. Қолмен ұстап былай. Вот. Енді білесіздер, жақында жаңа жыл жақындап келе жатыр. Жаңа жыл ол мұсылмандардың, біздің қазақтардың мерекесі емес. Бұл мереке басқа дін өкілдерінің несімен байланыстырып жатады. Бірақ мынада бір қызықты мәлімет бар. Не үшін шырша ағашы тігеді олар? Неге қарағай емес, неге емен емес, неге именно шырша ағашы деген кезде бұны мынандай бір не бар. Жалпы шырша ағашы не үшін жыл 12 ай жасыл болып тұрады? Өйткені Аллах Тағаланы ең көп зікір ететін ағаш ол шырша екен. Аллах Тағаланы көп зікір еткені үшін жыл 12 ай осылай жасыл болып қолып тұрып тұрады екен. Енді оны да кәпірлер білгендіктен әдейі қасаққана осы жаңа жылда қаншама миллиондаған, мыңдаған шырша ағасын кеседі, оны бір күн қойып, екінші күні отынға лақтырып тастайды. Міне сол үшін де шырша ағашы Аллах Тағала ең көп зікір ететін ағаш болғаннан кейін шайтан, дін дұшпандары әдейі бізге шырша ағасын осылай кестіруді насихаттайды екен.